Арнольд Алойс Шварценеггер. Американдық киноактер, культурист, кәсіпкер, продюсер және саяси қайраткер. Арнольд 1947 жылы 30 шілдеде Австрияның Таль деген жерінде дүниеге келген. Арнольдтың әкесі Густав Шварценеггер, анасы Аурелия Шварценеггерден 15 жасқа үлкен болған. Арнольдтың 1946 жылы туылған Мейнхард Шварценеггер деген ағасы болған. Бір 1938 жылы Австрия фашистік Германия құрамына енген соң, әкесі Густав әскери полицияда жұмыс істеген. Соғыстан кейін әскери қылмыс жасағандығы туралы дәлелдер болмағандықтан, Густав жергілікті полицияның шефі болуға рұқсат алған. Шварценеггердің отбасы кедей тұрған, ал ата-анасы қатал болған. Әкесінің ықпалымен Арнольд футболға қатысқан, алайда 14 жасында бодибилдер болуға шешім қабылдаған. Себебі Рек Парк секілді атақты бодибилдерге қызыққан. Бір 1965 жылы 18 жастағы Арнольд әскерге шақырылған. Ол жасөспірімдер арасындағы Мистер Европа байқауына қатысу үшін әскерден қашып шыққан. Қашқаны үшін 2 ай әскери түрмеге жабылған. Алайда байқауда жеңгені үшін ерте босатылған. Арнольд әскерде жүріп, абайсызда танкты көлшікке батырып алған. Ол танкты тежегішке қоюды ұмытып кеткен. Келесі бірде танктың қозғалтқышын қыздырмақ болғанда танк жүріп кетіп, ғимарат қабырғасын қиратқан. Ержеткен соң Арнольд сол танкты $1,4 миллион Австрия үкіметінен сатып алған. Бір 1966 жылы Арнольд Мюнхенге көшіп, фитнес-клубқа жұмысқа орналасқан. Сол жылы ол Мистер Юниверс байқауында 2-ші орынды жеңіп алды. Ал 1967 жылы сол байқаудың жеңімпазы атанды. Бір 1968 жылы 21 жастағы Арни ақш-қа көшті. Оның ағылшын тілі мен акценті өте нашар болған соң қиындықтар туғызды. Ол Калифорниядағы атақты Голдс Джимде жаттыға бастады. Арни бос уақыттарында бизнес және ағылшын тілі сабақтарына қатысты. Бір 1971 жылы 20 мамырда ағасы Мейнхард мас күйінде көлік жүргізіп апатқа ұшырап қайтыс болған. Арнольд ақш-та жарыста жүріп қоштасуға келмеген.
Бір жылдан соң әкесі Густав Шварценеггер қайтыс болып, Арнольд оған да келмеген. Бір 1973 жылы 23 жасында Сиднейде Арнольд өзінің алғашқы мистер Олимпия тағын жеңіп алды. Арнольд Шварценеггер бодибилдингті шыңына шығарған культурист. Ол мистер Олимпия тағының 7 дүркін иегері, 4 рет мистер Юниверс атанған. Бір 1970 жылы Арнольд Геркулес в Нью-Йорке фильміне түсті, бірақ фильм сәтсіз болды. Сәттілік Конан Варвар фильмнен кейін келе бастады. Вспомнить все, Терминатор 2 секілді фильмдерден кейін Арнидің кино карьерасы асқақтай түсті. Бір 1983 жылы Австрия азаматтығын сақтай отырып, ақш азаматтығын алды. Отыз жасына қарай Арнольд миллионер атанды. Ол поштаны тарату бизнесін, Pumping Bricks құрылыс компаниясын ашты, жылжымайтын мүлікпен айналысты. Ал OAK Productions компаниясы оның қаржы империясының жүрегі болып табылады. Себебі киностудиялардан түскен табыстар, комикстер мен видео ойындардың сатылымынан түскен пайыздар осы компанияға келіп түседі. ...2003 жылы республикандық Арнольд Шварценеггер Калифорния штатының губернаторы болып сайланды. 2006 жылы ол екінші мерзімге сайланып, штатты дағдарыстан шығаруға барын салды. Жаңа жұмыс орындарын ашты. Бір 1977 жылы ол Мария Шрайвермен танысты. Дегенмен олар 1986 жылы ғана үйленді. Олардың 4 бала шағасы бар. ...2011 жылы Арнольд Мария Шрайвермен ажырасты. Себебі Арнольд Шварценеггер үй қызметшісі Милред Баянадан Джозеф деген ұлы бар екендігін әйеліне айтқан. Ашуланған әйелі мен бала шағасы арада біраз уақыт өткен соң Арниді кешірген. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.